Ақтөбеде қорымдар қараусыз жатыр. Тазалығын реттеп, күзетін күшейтуі тиіс жеке компания бас пайдасын ойлап кетті деп ашынады тұрғындар. Сенімгерлік басқаруға өткелі бері көр қазып, бейіт салуғыны шарықтап кеткен. Қазір бір адамды жерлеу үшін 80 мыңнан 120 мың теңгеге дейін ақы сұрайды. Енді қорымға қатысты уәдесінен айнып, бизнесін күйттеп кеткен компанияның қызметін әкімдіктегілер тексереміз деп отыр. Осыдан 3 жыл бұрын Ақтөбе қаласының аумағындағы 50-ге жуық қорымды жекенің қолына өткен еді. Ал сенімгерлікке алған компания зираттардың айналасын қоршап, таза ұстауға міндетті болған. Бірақ қазір олардың қызметі тұрғындардың көңілінен шықпай отыр. Қоршауы сынып, құлыптасы бүлінген қорымдар көбейген. Қарауылы болмаған соң қаңғыбастар мекеніне айналыпты. Бұрын коммуналшылар тазалап, қазынадан ақша да бөлініп келген еді. Кейін бюджет қаржысын үнемдеу үшін зираттар жеке компанияларға өткен. Бірақ кәсіпкер бас пайдасын күйттеп кетті деп ашынады тұрғындар. Бәрін талқан қылған. Мен қайта адамдарды қойдырып толтыртқаным бұл. Ал ол жеке алса, біріншіден ол жеке мына адамдарға бір қамқорлық жасайын, халыққа жақсылық жасайын тұрған жоқ. Ол тек қана ақшаға қызығып тұр. Бизнес қылмау керек моланы. Бұл қасиетті жер емес пе? Біз жерге бәріміз де барамыз. Қорымдар жекенің қолына өткелі жерлеу қызметінің құны өсіпті. Көр қазудың өзі мұсылмандар зиратында 120 мың теңгеден басталады. Ал христиандар үшін ең арзаны 80 мың. Ол бағаны бақылап жатқан билік жоқ. Жұрттың тап осындай әлсіз тұстарда пайда көрулері біздің наразылық туғызады. Сосын біздің өзіміздің көріп отырғасын ондай жағдайға жіберіміз келмей көтеріп жүрген жағдайымыз бар. Еш жерде бұл баға реттелмеген жерде біреу 120 алып отыр, біреу 80 алып отыр. Вот сондай жағдай болғасын. Қорымдарды сенімгерлік бақылауға алған бірыңғай жерлеу қызметі компаниясының жұмысын енді тексереміз деп отыр шенеуніктер. Кейбіріне бұзып кеткендер болады, соларды қарау керек болады. Ал қазіргіде пайдаланып жатырған зираттар тиісті түрде қаралып жатыр ма, күтіп ұсталынып жатыр ма, соны тексеру керек болады. Егер де келісім шартта қойылған талаптарды орындамай үстерінен шағым түсіп жатқанда, оны комиссиялық түрде қаралады, және де ол кісілермен келісім шартты бұзу жөнінде жаңағы сұрақтар қарастырылатын болады. Әкімдіктегілер комиссияның тексеруге нақты қай күні шығатынын айтпай отыр. Дегенмен қоғамдық кеңес мүшелері қаладағы 50 қорымды түгел қарап шығуға дрон қондырғысын сұрапты. Бейіттердің үстінен ұшырып, молаларды жеке-жеке бақылауға көмек болады дейді. Жаңалық Ақаш, Мейрамбек Симанов, КТК, Ақтөбеден.